Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздермен бірге Сандуғаш Қадырғалиевна. Менің YouTube каналым ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға арналған. Менің YouTube каналымнан ұстаздарға қажетті заманауи платформалармен жұмыс, трендтегі әдіс, креативті презентация топтамалары мен қажетті дүниелеріңізді таба аласыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, жақсы пікір қалдырып, өзге әріптестеріңізге бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгінгі менің сіздерге ұсынатын тақырыбым сергіту сәтінде қолданылатын топ 5 әдіс деп аталады. Бірінші сергіту сәті күн тәртібінде. Мұғалім күн сайын оқушыларға тақтаға немесе басқа затқа сұрақтар жазады. Оқушылар өз жауаптарын тақтаға немесе сіз ұсынған басқа затқа қалдырады. Мысалы, музыкалық дүйсенбі күнгі сұрақ. Қазіргі уақытта сіз қандай топ немесе әнді тыңдап жүрсіз? Сейсенбі фактілер күнгі сұрақ. Өзіңіз туралы көпшілік білмейтін бір фактіні жазыңыз. Егер сіз сынып жетекші болсаңыз, немесе пән мұғалімі болсаңыз да, осы әдісті қолдануға кеңес беремін. Өйткені бұл әдіс оқушыларды жақсы тануға, оқушының басым қасиеттерін анықтап, дарынды оқушыларды тезірек анықтауға көмек береді. Екінші сергіту сәті аяқ-қолым әдісі. Мұғалім қолын шапалақтайды. Бір шапалақ бұл қолдың белгісі. Егер қолдар төмен түссе, оларды көтеру керек. Егер көтерілсе, онда төмендетіңіз. Екі шапалақ аяқтың белгісі. Егер оқушылар отырса, онда тұру керек. Егер тұрған болса, отырғызыңыз. Алғашында баяу бастайсыз. Жаттығуға бейімделе отырып, жылдамдықты тездетесіз. Бұл тәжірибе, яғни сергіту сәтін қолдану арқылы оқушыларды шапшаңдыққа, жылдамдыққа тәрбиелеп, денесінің сергіп қалуына көмектесеміз. Үшінші сергіту сәті тізбектер деп аталады. Оқушылар белгілі бір ретпен орналастырылуы керек терминдер, фактілер, белгілер, атаулары бар парақтарды алады. Оқушылар белгіленген минут ішінде дұрыс тәртіппен тұруы керек. Уақыт өте келе тізбекті бақылап отырған сыныптастар, егер қате тәртіппен жасалса, түзетулер енгізеді. Мысалы, Қазақстанның даму жылдарын, септіктерді, көбейту кестесін, өлшем бірліктерді, тағы басқа өзіңіз қалауыңыз бойынша тізбектерді беруіңізге болады. Бұл тәжірибені сергіту сәтінде қолдану арқылы оқушылардың есте сақтау қабілеті мен ойлау дағдыларын дамытамыз. Төртінші сергіту сәті екі шындық, бір өтірік әдісі. Оқушылар ретімен екі шындық, бір өтірік айтады, бірін-бірі қайталамайды. Мысалы, мен күніне спортпен айналысуға 10 минут уақыт жұмсаймын. Мен көктем мезгілінде туылғанмын. Мен ағылшын тілін 6 айда меңгердім. Осы жерде екі шындық, бір өтірік. Соны нақты оқушылар табуы қажет. Бұл тәжірибе арқылы, бұл сергіту сәтін өткізу арқылы оқушылар бір-бірін таниды, достық қатынастары артады. Келесі 5-ші әдіс ансамбль әдісі деп аталады. Мұғалім сыныптағы топтың санына байланысты әр топқа бір музыкалық аспаптың ойнау үлгісін ұсынады. Мысалы, ол домбыра болуы мүмкін, гитара болуы мүмкін, фортепиано болуы мүмкін. Дәл сол музыкалық аспап секілді оқушылар қимыл көрсете отырып ойнауы қажет. Мұғалім осы жерде өзіне бір әуен таңдайды, яғни әндетеді, және ол дирижердің қимылын көрсетеді. Солай, дирижердің қимылын көрсете отырып, қай топты нұсқаса, сол топ өзіне берілген белгілі бір аспапта ойнайды. Егер мұғалім барлық топты көрсетсе, әр топ өз аспабында шатаспай ойнауы керек. Осылайша сынып ішінде ансамбль құра отырып, олардың көңіл күйлерін көтеріп,
ынтымақтастық, бауырмалдылық қасиеттерін арттыруға болады. Бүгінгі мен ұсынған сергіту сәті сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер пайдалы болса, жақсы реакция білдіріп, кері байланыс қалдырып кетулеріңіз сұралады. Кәделеріңізге жарасын.